Қытаймен қауіпсіздік саласында да сенімді серіктеспіз. Екі ел басшыларының бүгінгі келіссөздеріне осылай деп баға берген сарапшылар Қазақ-Қытай қатынасының жаңа парағы ашылғанын айтады. Қытай өзінің азық-түлік қауіпсіздігіне қатты мән беретін мемлекет. Қазіргі таңда ол әлемнің 40-тан астам еліне азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін инвестиция салып, түрлі жобалар жасап, бағдарламалар ашуда. Олардың ішінде біздің ел де бар. Кездесу барысында президент Тоқаев Қытай басшысының жаһандық жасанды интеллект бастамасына қолдау білдірді. Және алдағы уақытта біз Қытайдан үйренеріміз көп бұл салада. Біз білеміз, Қытай әлемдегі көшбасшы жасанды интеллект саласында. Сондықтан екі елдің осы саладағы одан әрі байланысы нығая түседі деген үміт бар. Бұл экономика, сауда мәселелерінен гөрі саяси мәселелерге де көп көңіл бөлінді. Екі халық арасында қарым-қатынас ол 1000 жылдар бойы келе жатыр. Еш уақытта арамызда түсініспеушілік болмаса қақтығыстық еш нәрсе болмаған. Сондықтан осындай жақсы көршілік, тату-тәтті қарым-қатынастарды ары қарай дамыта беруге де екі жақ толықтай мүдделі деп ойлаймын.